Бәріңізге ассалаумағалейкум. Зоран Тошич тобыл ойыншысы Тұран біртіндеп ойыншыларынан айырылуда. Қазіргі КПЛ жағдайы қандай? Және әлем футболындағы соңғы жағдайлардың ушығып кетуі біздің ел чемпионатындағы клубтарға да аса ұнамауда. Сіздермен бірге қазақ футбол арнасы. Бүгін біз соңғы шыққан жаңалықтарға шолу жасайтын боламыз. Суперлига. Мадридтік Реалдың президенті Флорентино Перес өткен жексенбіден бері осындай ауқымды турнир ұйымдастыруды қолға алған еді. 12 бірдей топ клубтың басы қосылатын бұл жарыста жеңімпаз 400 миллион еуроны қалтасына баса алады деп ұран салды президент. УЕФАдан мұндай шиқтаса да түсіне кірмейтін қаржыны иемдене алмаған командалар осы лигаға ауысуға ниетті болды. Алайда бұған жанкүйерлермен қоса командаларда ел чемпионаттарының президенттері де наразы болды. Мәселен, біздің таразымыз Суперлигада ойнайтын ойыншылар ұлттық құрама намысын қорғай алмайды. Футбол ақшаға айналып кетеді деп өз шағымдарын жеткізді. Таразсыз бұл турнирдің қызықсыз өтетінін аңғарған клубтар біртіндеп бұл идеядан бас тарта бастады. Және бүгін ұзақ уақыт бойы өмір сүрген Суперлигамыз өз жұмысын тоқтатты. Ал сізге Суперлига қызық па, әлде Чемпиондар лигасы ма? Бұл туралы пікір алаңына жазып кетіңіз. Зоран Тошич қостанайлық тобылға ауысты. Манчестер Юнайтед, Партизан, ЦСКА сынды клубтарда доп тепкен сербиялық ойыншы ендігі өзін Қазақстанда сынап көргенді жөн деп санады. 33 жасар жартылай қорғаушы қытайлық Тайчжоу Юань клубынан келді. Өткен маусымда Тошич команда сапында 9 ойын өткізіп 3 гол соққан. Григорий Бабаян осы трансфер жайлы өз ойын айтты. Бізге сапалы ойыншы қажет болды, және біз оны таптық. Мен Зоранның шабуылға өзгерістер алып келетініне сенемін деді. Әрине, мұндай жұлдызды ойыншының келуі КПЛ деңгейін одан әрі өсірері анық. Сол себепті Тошич осы маусымның үздік трансферлерінің бірі болды десек қателеспеспіз. Ал клубқа 4 ғана легионер алып келген Тарас қазіргі таңда Премьер-лига кестесінде 2-ші орында тұрақтап тұр. Варда Минасянның командасы ойналған 6 ойында 14 ұпай еншілеген. Тіпті өткен жылғы чемпиондар Қайрат тараздықтардан 2 ұпайға қалып келеді. Ал елордалық клуб көш бастауда. Осы маусымда олар көптеген кестеде көш бастап тұр. Сұрмергендер кестесінде Марин Тамасов және ассистенттер кестесінде де дәл сол Марин Тамасов. Хорватиялықтың артынан Бейсебеков те қалмай келеді. Капитанның Қызылжар қақпасына соққан керемет голы оны шабуылшылармен жарысуға қанаттандырғаны сөзсіз. Жақында ғана бапкермен қоштасқан Шахтер жаңа бапкердің келуімен Ақтөбе қақпасына жауапсыз 3 гол соғып 3 ұпай еншіледі. 5 ойын бойы көзге түспеген Хубулов бірден дубль авторы атанды. Бұл сәйкестік пе? Ал әзірге 2 ғана ұпаймен 13-ші орынды қанағат етіп тұрған Атыраудың ойында прогресс байқалмайды. Тіпті өз шәкірттерінде жасыл алаңға шығармайды. Легионерлердің сәтсіз ауысымдары командаға еш нәтиже әкелмеуде. Батыстағы 2-ші команда Каспийдің жағдайы болса, өткен маусымнан жақсырақ. Ақтаулық ұжым осы жылы таңдай қақтырарлық ойын өрнегін көрсетуде. Алайда жанкүйерлердің қолдауына бөленіп жүрген клубтың стадионына 7-ші турда жанкүйерлер кіргізілмейтін болып шешілді. Себеп Маңғыстау облысының қызыл аймаққа енуі. Стадиондары мен логотиптері ғана жаңарған Тұран болса, ойындарын еш жаңарта алмауда. Бірақ ойыншылары біртіндеп басқа командаларға ауысуда. Мәселен, Ермек Қуантаев күні кеше Тараз сапын толықтырды. Ал Нұрлан Дайыров болса Қызылжарға ауысты. Өткен 6-ші турда тартысты кездесулер көп болды. Келесі турдың да өте қызық ойындарға толы болатыны сөзсіз. Назарларыңызда 7-ші турдың ойындар кестесі. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар лебі осындай. Сіздермен болған қазақ футбол арнасы, мен Әмір Жанбек. Келесі кездескенше.